Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сарысудың пайдасы туралы сөйлесетін боламыз. Бірінші, иммунитетіңізді нығайтып, әртүрлі ауруларға төтеп бергіңіз келсе, күнделікті таңертең бір кесе сарысу ішіп тұрғаныңыз абзал. Ол аздап іш жүргізеді, сондықтан маңызды шаруаларыңыз жоқ күндері қолданыңыз. Видеоны соңына дейін көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар, менің кеңестерімді жоғалтып алмау үшін. Екінші, теріңіз нәрлендіріп, балғындығын сақтап ағартқыңыз келсе, бетіңізді үнемі лимон шырыны араласқан сарысумен сүртуге болады. Бұл тек майлы немесе қалыпты теріге арналған. Үшінші, шашыңыз мықты әрі жылтыр болу үшін сарысумен жуыңыз. Бетіңіздегі сепкілден арылғыңыз келсе, 3 ас қасық ірімшік пен сүт сарысуын араластырып маска жасаңыз. Оны тазартылған бетке жұқалап жағып, 10 минуттан кейін жылы сумен немесе көк шаймен жуу қажет. Беттегі безеулер немесе бөртпеден құтылғыңыз келсе, сарысуды 2 ай бойы күнделікті жарты лимон шырымен жарты литр қайнатылған салқын сүтке араластырып ішуге болады. Көңіл күйіңізді көтергіңіз келсе, кешке 1 құты сарысуды ішсеңіз болады. Себебі оның құрамында қуаныш гормондары бар.